Оңтүстік Африка Республикасы Африка континентінің оңтүстік жартысындағы мемлекет. Оңтүстік Африка Республикасы солтүстікте Намибия, Ботсвана және Зимбабвемен, ал солтүстік шығыста Мозамбик және Свазиленд елдерімен шектеседі. Оңтүстік Африка Республикасының ішінде Лесото анклавы орналасқан. Оңтүстік Африка Республикасы Африканың көпұлтты мемлекеттердің қатарында. Оңтүстік Африка Республикасы ядролық қаруды жасап, одан өз еркімен бас тартқан ел. Оңтүстік Африка Республикасында 2013 жылғы сарап бойынша 48.601.098 адам тұрады. Ол әлемде 26 орында алады. Оңтүстік Африка Республикасы Африка континентіндегі ең дамыған ел және континентке үшінші әлемге қосатын жалғыз ел. Елдің ЖØ-сі 2009 жылда 505 миллиард ақш доллары болатын. Сол жылы ЖØ-сі өсімі 5%, ал 2008 жылы 3% болатын. Елдің нарығы белсенді кеңейтіліп жатыр. Бірақ оған қарамастан ел әлі де әлемнің ең дамыған елдеріне жатпайды. Оңтүстік Африка Республикасында 49 миллион адамнан тек 18 миллион адамы ғана жұмыс істейді. 23% жұмыссыз адамдар. Жұмыс істейтіндердің 65% қызмет сферасында, 26% өнеркәсіп саласында, ал қалған 9% ауыл шаруашылығында жұмыс басты. Жан басына шаққандағы жылдық табыс мөлшері 7490 ақш доллары шамасында. Халықтың 85% аграрлық салада жұмыс істейді. Оңтүстік Африка Республикасы алтын, платина, хром, марганец, сүрма, алмас өндіруден дүние жүзінде алғашқы орындарда. Уран өндіруден екінші орында. Өнеркәсібінің жетекші саласы тау-кен өндірісі. Оңтүстік батыс бөлігінде мұнай өндіріледі. Көмір өндірудің басты аудандары Трансвааль, Наталь провинциялары, Қызғылт атырабы. Қара металлургияның басты орталықтары Претория және Фандербей-Пларк, машина жасау, химия, мұнай айыру, мұнай химия, тамақ өнеркәсіп салалары дамыған. Металл өңдеу өнімдері, алтын, қымбат бағалы тастар, өнеркәсіп өнімдері. Тағы басқа сырттан шығарылса, механикалық аспаптар, киім, машиналар және жабдықтар, жеміс-жидектер, мұнай және мұнай өнімдері тағы басқа сырттан әкелінеді. Климаты ыстық және ылғалды тропиктік, оңтүстік шығысты субтропиктік. Басты өзендері Оранжевая, Валь саласымен және Лимпопо. Елдің шығысына қарай саванналар, Айдахар тауларында мәңгі жасыл таулы субтропиктік бұталар, ішкі аудандарда тікенді бұталар өседі.